Нахл сүресінің 23 аятында Алла олардың нені жасырып, нені жария етіп жүргенін жақсы біледі. Әрі, иман етуді ар санайтын өр көкірек тәкаппарларды ұнатпайды деп айтқан. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тәкаппарлық туралы айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алла тағала Құран кәрімнің бірнеше жерінде тәкаппарлықты және менмен сінген кісілерді айыптап сынға алған. Жер бетінде орынсыз көкірек керіп дандай сынғандарды аяттарымнан сырт айналдырамын, яғни оларды аяттарымды ақиқатты лайықты түрде түсіне алмайтындай етемін. Олар жолымыздың хақ екенін көрсететін қанша дәлел, қаншама мұғжиза көрседе, бәрібір оған иланбайды. Тура жолды көрседе оны өздеріне лайықты жол деп есептемейді. Ал керісінше, теріс һәм азғындық жолын көрсе, оны өздеріне лайық көріп, бірден сол жолға түседі. Иә, солай істейді, өйткені олар аяттарымызға сенбеуді әдетке айналдырған еді, һәм олардың мән мағынасын, пайдаларын түсінуден мүлдем қалған еді. Ағраф сүресінің 146 аяты. Достар, осындай кез келген діни тақырыпта, өте ауыр, бір жағынан нәзік тақырыптарда ең бірінші Алла тағала өзінің қасиетті Құранында не айтты, соған мән беруіміз керек. Себебі әлемдердің Раббысы Алла құлдарында қандай мінез құлық бар екенін, қандай ой бар екен, жүректерінде не бар екенін әрине ең бірінші Алла біледі. Сондықтан да сөздің басын осындай Құран аяттарымен бастадық, әрине қазақша мағынасымен. Алла тағала осы тәкаппарлық туралы тағы бір өте ауыр, бір нәпсіге ауыр бір аят түсірген. Ол Мүмин сүресінің 60-шы аяты. Қазақша мағынасы: Раббыларың маған дұға етіңдер, сендерге жауап берейін. Шүбәсіз тәкаппарлыққа салынып маған құлшылық қылуды бойларына шақ көрмейтіндер, әбден қор болған күйде жаһаннамға кіреді деп айтады. Өте ауыр аят. Біз кейбір кездері менде тәкаппарлық жоқ, мен тәкаппар емеспін дейміз. Бірақ бір сәтке болсын жүрегімізге бір көңіл бөліп, бір болсын өз-өзімізден есеп алғанымыз дұрыс. Құранда тәкаппарлықты сынға алған басқа да тағы бірнеше аят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрегінде сары тарының дәнінің салмағындай тәкаппарлығы бар кісі пейішке кіре алмайды. Ал енді жүрегінде сары қышаның дәнінің салмағындай иманы бар кісі тозаққа түспейді деген екен. Алла елшісі тағы бір хадисінде саллаллаху алейхи уассалам пенде нәпсінің артынан еріп жүріп залымдардың қатарына жазылады, және олар душар болған азапқа ұшырайды деп айтқан. Осы сәтте де бір өз-өзімізге бір қарап мән берсек болады. Біз кімге еліктеп, кімге қарап жүрміз, кімді өзіміздің кумиріміз деп санап, кімдерден бас тартып жүрміз, осыларға мән беріп зер берсек. Достар, осымен видео өз соңына жетті. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде кездескенше сау болыңыздар.